Ассалаумағалейкум, мен Өтебай Мәулен 3-ші А сынып оқушысымын. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың 8-ші қара сөзін жатқа айтып берейін. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би, олардың ақыл үйренетін, насихат тыңдайтын болса, ол орынға сайланып та тұрмас еді. Ол өздерін үздік кісіміз, біреулерге үлгі беріп, ақылай тағып деп сайланды. Өзіміз түзеліп жеткен соң, енді елдің түзелігі қалған-ақ. Ол не қылып тыңдасын, тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елімдегі бұзақыларды бүліндіріп аламыз ба? Деген ебіне қарай біреудің жетілдейін деген, біреудің құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүние жүзінің жарма басында тұр. Өзінде жоқ нәрсесін малмен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдықтан, арамдықтан, ақыл, білім, ғылым, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағала паралап келуге де болады дейді. Оның діні Құдайында, халқында, жұртында, білімінде, ұятында, арында, жақыны бәрі мал. Ол сөзі қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жинамақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры-бөрі қыз суық сұғанақтан солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрі жайғастырылып, аяғын алып келіп, мақтанға орналасқанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым сұм-сұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қойды жүнді қоңыршалар күнін де көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақыл не қылсын? Және де кедейге де білім, ғылым, ақыл керегі жоқтай-ақ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұрғалықтарға айт дейді. Оның өзіменен ісім жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы мұны болмаса керек.